Абай облысының әкімі Нұрлан Оранхаевтың төрағалығымен әкімдік отырысы өтті. Жиында бірінші жарты жылдықтағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары талқыланып, ағымдағы жылдың екінші жартысына жоспарланған міндеттер қаралды. Отырыс барысында бірінші жарты жылдықтағы қаражатты игеру, құрылыс сапасын бақылау және ұлттық құрылтайдың үшінші отырысындағы мемлекет басшысы тезистердің негізгі бағыттарын түсіндіру бойынша жүргізілген жұмыстар туралы баяндалды. Одан бөлек жаңадан пайдалануға берілген су құбырларының санитарлық эпидемиологиялық қорытындысын алу және өндірістік бақылау шеңберінде ауызсудың сапасына бақылау жүргізуді қамтамасыз ету мәселесіне де назар аударылды. Отырыста қаралған барлық мәселелерге мұқият мониторинг жүргізе отырып тұрақты бақылау қажет. Жұмыс өте көп және әр нәрсеге жауапкершілікпен қарауға тиіспіз. Жүйелі әрі жоспарлы жұмыс туындаған мәселелерді тиімді шешуге және өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуында оң нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді, деді Нұрлан Оранхаев. Отырыс барысында облыс әкімі басқармалар мен депутаттардың басшыларына тиісті тапсырмалар берді. Сондай-ақ қарастырылған барлық мәселелерді мұқият бақылаудың маңыздылығын атап өтті. Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі облыстық комиссияның отырысы өтті. Күн тәртібінде шомылу маусымы кезеңінде өзен көлдерде қауіпсіздік демалысты ұйымдастыру шаралары қарастырылды. Абай облысы төтенше жағдайлар департаментінің деректеріне сәйкес, облыс аумағында су жағасында демалуға арналған 12 орын анықталған. Оның 4-еуі 2024 жылы құрылған, ал 8-і коммуналдық жағажайлар. Суға шомылу кезеңде қауіпсіздікті қамтамасыз ету және оқыс жағдайлардың алдын алу үшін департамент 2024 жылдың жазғы кезеңінде арналған іс-шаралар жоспарын әзірледі. Осы жоспар аясында облыстың барлық қалалары мен аудандарында полиция қызметкерлерінің, еріктілермен және басқа да мүдделі тұлғалардың қатысуымен жүргізілетін күнделікті рейдтер кестеге сай жасалынды. Шомылу маусымы басталғаннан бері 1092 рейд жүргізілді. Семейде ыстық термопластик арқылы жол таңбасын салу жұмыстары жалғасуда. Аталған жұмыс арнайы техниканың көмегімен жүзеге асырылуда. Бұған дейін сол жағалаудағы айналма жолға Абай Мұхамедханов Шмидт Мәңгілік ел көшесіне термопластик әдісімен жол таңбасы салынды. Бүгін 21:00-ден бастап Момышұлы Ибраев көшесі мен Қабанбай Батыр Шәкәрім даңғылында жол таңбасын салу жұмыстары жүргізілетін болады. Қалада жаңбыр суын тазарту жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі уақытта суды тазартуда 10 бірлік вакуумдық ассенизатор машиналары жұмылдырылған. Сондай-ақ кәріз суларын қабылдау, құдықтарын тазартуға илозос машинасы және арнайы техника тартылған. Жаңбыр суын тазарту жұмыстары тәулік бойы жүргізіледі. Мақаншы ауданы Алакөл жағалауында Абай облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің қатысуымен жиын өтті. Жиынға аудан әкімі Дәурен Бақытжанұлы, Абай облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің басшысының орынбасары Қуаныш Мұхамедқалиев және Уржар ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқарма басшысы Серік Қыпшақбаев қатысты. Жиында кәсіпкерлердің табыстарынан төленетін салықтары жоғарғы деңгейде төленіп жатқанын атап өтіп, кассалық бақылау машинасымен берілетін шек көп жағдайда берілмей жатқан тенденциясын атап өтіп, кеңінен тоқталды. Бұл әкімдік заң бұзушылыққа жататын ескертті. Сонымен қатар кәсіпкерлер және жұбайлары ағымдағы жылы кірістік тапсыру бойынша декларация тапсыру міндеттілігін еске салды. Тамақтану, қонақ үй бизнесін жүргізетін кәсіпкерлер пост-терминал қою міндетін ескертті. Әкімшілік жауапкершілік кодексінде 995 бапқа айыппұл төленетіні жеткізілді. Аягөз қаласында салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында ойын алаңдары жөндеуден өтуде. Қазіргі уақытта 3 ойын алаңында ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Мердігер көп жартас құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Сонымен қатар Аягөз қаласындағы Қозы-Көрпеш Баян Сұлу саябағында баскетбол, волейбол және ойын алаңдарының құрылысы басталды. Бұл жұмыстарды мердігер Гранд Инд құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестік атқаруда. Шаһардағы саябақтарда абаттандырылды. Оның ішінде 67 мың дана гүл отырғызылып, су борқақтар іске қосылып, жасыл желектерді автоматты суару құрылғылар орнатылды. Ауылды жерлерде денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында республикалық бюджеттен Белтерек ауылында медициналық пункті салуға қаражат бөлініп, мемлекеттік сатып алу жұмыстары аяқталып, мердігер ретінде Алау жауапкершілігі шектеулі серіктестік анықталды. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары жоспар бойынша жүргізіліп жатыр. Бұл жобалардың мақсаты ауыл халқына шұғыл медициналық көмек көрсету, тиімділігін арттыру болып табылады. Бүгінге жаңалықтар легі осындай. Сымбат Қайратқызы, Семей таңы.